Нұриддин Бегманов Жамбыл ауданындағы өндірістік кооператив басшысы. Нәпақасын жерден тапқан шаруа биылда қарбыз, қияр, жоңышқа мен жүгері еккен. Өткен айда жаппай жауған шегіртке жолындағысын жайпағанда егіннен мол өнім алам деп мүлде ойламаған. Алайда жауапты мамандардың шегірткелер шоғырланған аумақтарға техникалар тартып дер кезінде дәрілеуінің арқасында егіні жайқалып тұр бүгінде. Тіпті жылдағыдан 2 есе көп өнім алғанын айтады. Шегірткеге келетін болсақ, шегіртке енді мынау химикаттарды дер кезінде уақытында бергендіктен ба осы көп пайдасын тигізіп жатыр. Бізге енді биыл шегіртке келген жоқ бізге. Алдын алу шараларын жасап жатыр. Ол кісілер келіп, біз тығыз байланыстамыз. Телефон бар қазір. Малшылар, жаңағы диқаншылардың өзіне бәріне телефоны бар. Айтып қойғанбыз, шегіртке келген жағдайда сразу хабарлайды, біз ояққа хабарлаймыз орталыққа. Ал мына көрініс осыдан 2 ай бұрын болған еді. Жайылым жердің 70%-ын зиянкестер тып-типыл еткен. Мамандар жәндіктердің жаппай жауы жауын-шашынның жиі болуынан деп түсіндірген болатын. Салдарынан жұмыртқалары 100% сақталған. Мароккалық шегіртке ең қауіпті 3 шегірткенің біріне жатады. Әр 10 жыл сайын қалың үйірмен қаптайды екен. Жасыратыны жоқ, бастапқыда жәндіктермен күресуде жергілікті билік жайбасарлық танытты. Алаңсыз отырған аудан атқамінерлері біздің ардан араласуының кейін ғана қимылдап, аймақтағы инспекция мамандары диқандар шағымына құлақ асқан болатын. Жоспарланған көлемде 5090 гектар жерде обработка жасалды. Жаңа химиялық өңдеу, оған жұмсалған препараттар десенлин 40 литр, 160 литр доклоприд және 60 литр комбат препараты жұмсалды. Мынау мамандардың күн-түн демей істеуінің арқасында бізде ауданымызда егістерге зиян келген жоқ. Шабындықтарға зиян келген жоқ. Шаруалардың мазасын қашырған шегірткелер бүгінгі күні толық жойылған. Аудандық аумақтық инспекция мамандары телеарнаға берген уәделерінде тұрды. Олардың тез арада тиісті шараларды қолдануынан егін өніміне еш қауіп жоқ. Алдағы күзгі жиын терім кезінде де диқандар даурығатындай себеп жоқ деп сендірді. Ақбота Қайнар, Ермек Кеншімбек, 7-7 News.